осыдан 3 жыл бұрын менің анашыма көкжиектің қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Сіздердің арқаларыңызда осыдан 1 жыл бұрын біздер Үндістан мемлекетінде емді алдық. Осының барысында мен Ақтөбе қаласынан 13 химия тағайындалған болатын. Соны Ақтөбе қаласына алғанымда ешқандай нәтиже болмаған соң, елге баруға тура келді. Сіздердің қолдауларыңыз арқасында Индия мемлекетінде әуелі Алла, сіздердің арқаларыңызда 1 жыл бойы ем алған болатынмын. Онда 25 химия тағайындалған болатын. Дәрігерлердің қорытындысы бойынша әрі қарай кешіруіңізді сұраймын. Бұл екі кісіні қай жақтан табу керек екенін білеміз. Айгүл, әдетке мүмкіндік берсінші күшті жасат деген сұрақ келіпті. Осы сұрақ үшін сізді ат терлетіп екеуіңізді анаяқтан өтіп кеттім. Бірақ арнайы сізге осы жаққа іздеп келіпті. Мен де осы жақта видео түсіретінін білетті. Қыстап көрмеске деген сияқты. Ойбай емес, нормально. Бір жаңалықтағы өмірімізде іздеп бір сұран келіп тұрып, бір 5 минут деп отырып па? Енді келмеймін деймін, кеп қалдым, понимаете? Енді әрі бітпеймін десем сондай болып қалып жатыр, поэтому бүйтіп айтуға болмайды екен, короче. Енді әрі істемеймін, енді әрі Шымкентке бармаймын деп айтсаң, қайтып бара береді екенсің, короче. Енді әрі адаммен сөйлеспеймін, пошел нафиг деп айтсам, біраз уақыттан кейін қайтып сөйлеседі екенсің, короче. Поэтому айтпау керек екен, никогда деген сөзді натуре айтпау керек екен. Сосын тұрымда амал жоқ, примерно дедім деген сияқты ғой, короче. Примерно дедім деп қоясың. Мен вот жігітем қатысушы болмаймын, натуре болмаймын. Пофиг. Болмаймын конкретно. Никогда деп айтпақ қойын, бірақ натуре болмаймын. Ойлашы, 3 күннен кейін отырсам, говорят, сізге қатысушы, сізге үміткер келді, сосын мен деп қойып па. Ужас. Неге шығып, андай, камерада кіріп тұрсам, I love you деген жаңа шымылдық жабылып жатқан тұрды да. Сұмдық, құдай сақтасын. Үйтпеймін, по-любому үйтпеймін. Жандос ортада. Осы уақытқа дейін мен Қостанайдағы мысалы жүрген қыздармен, сөйлесіп жүрген таныстықта болған қыздармен ешқайсысымен мен апарған жоқтығым да. Мен Айгүлді почему-то апарғым келді, потому что маған комфортно деген сияқты ғой. Бір какой-то. Бізге комфортно болса болды емес па? Бізге комфортно болса болды емес па? Саған какая разница? Ну, өмірде, в жизни екеумізде вообще басқаша вайб. Типа вообще басқаша вайб. Біз өзімізді намного еркін сезінеміз, қалған әңгімелерді айта аламыз.
ол баланы мен бақпаймын ғой. Тәужін екеуің бағалам десеңдер, маған бәрібір деп айттым, дұрыс па?